Түркістан облысы аумағында биыл қыстың қатты болуына байланысты, яғни таулы аймақтарда және оңтүстік өңірлерде қардың қалың түсуіне байланысты, сонымен қатар аязды минустық температураның ұзақ мерзімді сақталуына байланысты жерде тоңның пайда болды. Осыған байланысты, егерде күн бірден жылып кеткен жағдайда, болмаса толассыз жаңбыр болатын болса, белгілі бір қауіптер бар. Осыған байланысты тасқын суларды қауіпсіз өткізу мақсатында облыс аумағындағы барлық каналдарды, қашыттыларды, арық атсыздардың барлығын қоқыстан тазалау арналарын ашу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Сонымен қатар, бүгінгі таңда облыс аумағында өтетін өзендердің барлығында мұз қату процесі жүрді. Осыған байланысты мұздардың да еріген кезде қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, қазіргі таңда облыс әкімінің тікелей басшылығымен көктемгі су тасқыны кезеңін қауіпсіз өткізу штабы күнделікті отырысын өткізіп, атқарылып жатқан жұмыстар тікелей баяндалуда. Сырдария өзеніне тоқталатын болсам, қазіргі таңда Өзбекстан аумағынан 1600 куб су келуіне байланысты Шардара су қоймасы да толуға жақын, сонымен қатар Көксарай су қоймасында да 1 миллиард судан көп су жиналған. Осыған байланысты Сырдария өзеніндегі суды қауіпсіз өткізу іс-шаралары күнделікті мониторинг жүргізілуде. Департаменттің және де жергілікті атқарушы органдардың күш пен құралдары дайындыққа келтірілді.